Ассалаумағалейкум, қайырлы күн құрметті достар. Бүгін сіздерге кейбір сатушылардың сіздерді қалай алдайтындарын көрсететін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп максимально таратыңыздар. Ең бірінші алдайтын жолы, сіз оны біле алмайсыз. Мына весейдің басынан өздері специально жасап қояды. Оны білудің бір ғана жолы бар. Осындай 1 килограммдық немесе 5 килограммдық бірдеңені алып, осылай қойып көресіздер. 1 килограмм болса, ровно болса, значит дұрыс деген сөз. Весейден жеудің екінші жолы, бұл ең көп тараған түрі. Мысал үшін сізге 6 килограмм картоп 200 теңгеден болса, 1200 теңге шығу керек. Ал олар сіздерге 280 теңгеден басып береді, 1680 теңгеге. Мына жерін мынандай маркермен ішінен бояп қояды. 8 сізге дұрыс көрінбейді. 200 теңге сияқты болып көрінеді. 200 теңгеден 1680 теңгеде көрсетеді. Өте сақ болыңыздар. Сосын үшінші жолы заттарыңыз есептеген кезде өте мұқият болыңыздар. Калькулятордан қосып жіберуі мүмкін. Мысал үшін 2000 теңге плюс 0 деп басып қояды. Сосын ары қарай сіздің заттарыңыз есептей береді. 550 теңге, 1100 теңге есептегенде өте мұқият болыңыздар. Сосын міндетті түрде мынандай чек талап етіңіздер, немесе қағазға бәрін жаздырып алыңыздар. Құрметті сатушылар, біреудің ақысын жемеңіздер, Алланың берген ризқын адал жолмен табыңыздар. Дұрыс түсінесіздер деген ойдан барлықтарыңызға рахмет. Видеоны максимально таратыңыздар.